мүшелері эмоцияға берілмеу керек. Эмоционалды тұрғыдан ұстамды болу керек, сабырлы баланы кінәлауға, болмаса оған баға беруге бізге тыйым салынады. Және егер де оқушы көз жасына ерік беріп жатқан жағдайда біз эмоционалды қысым көрсетпейді. Сонымен қатар сұхбат жүргізу барысында оқушының эмоционалдық жағдайы қандай болды және мінез құлқы қандай, сол міндетті түрде хаттамада Сондықтан жазылу керек. балаларымыздың тек қана білімін ғана емес, қауіпсіздігін де қамтамасыз ету керекпіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Open достық подкасты. Бүгінгі кезде аса маңызды көкейкесті мәселелердің бірі буллинг пен кибербуллингтің алдын алу. Осы жағдайға тап болған оқушыларға қолдау көрсету жолдары туралы сөз қозғаймыз. Студия қонақтарымен бірге мәселенің мән-жайын үңіліп, пайдалы ақпараттармен бөлісеміз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі студия қонақтары Антон Семенович Макаренко атындағы орта мектебінің директорының құқықтық тәрбиесі жөніндегі орынбасары Исмаилова Рада Қуанышбекқызы және мектептің психологы Чинсызбаева Жұлдыз Бақытқызы. Студия қонақтарына қош келдіңіздер дей отырып, бірінші сұрағымды Рада Қуанышбекқызы сізге қойғым келіп отыр. Буллинг пен бала буллингтің, кибербуллингтің құрбаны болған немесе куәгер болған жағдайда команданың ең бірінші іс-әрекеті қандай болу керек? Жалпы сұрағыңызға дос болайық бағдарламасын негізге ала отырып жауап берсем, бала өзіне көрсетілген буллингті немесе кибербуллинг туралы хабарлаған кезде мектепте құрылған антибуллинг команда мүшелері эмоцияға берілмеу керек. Эмоционалды тұрғыдан ұстамды болу керек, сабырлы болу керек және де балаға мейірім көрсету керек. Баланың жасын, оның эмоционалдық жағдайын және де сенім деңгейін ескере отырып, тыныш жағдайда, яғни тыныш атмосферада сұхбат жүргізу керек. Және де сұхбат жүргізілу барысында құпиялық сақталатынын балаға ескертуіміз керек. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Сұраққа толық жауап алдық деп ойлаймыз. Келесі сұрақты мектеп психологы Жұлдыз Бақытқызы сізге қойғым келіп отыр. Жәбірленуші баланың немесе куәгердің жауабына жалпы баға беруге бола ма? Сұрағыңыз орынды. Бізде баланы жәбірленуінде біз баланы кінәлауға, болмаса оған баға беруге бізге тыйым салынады. Және де оқушыны біз мұқият тыңдау арқылы оған қосымша сұрақ қоймау керекпіз. Және де оқушының біз келіп бізге көмек сұрауы, оның дұрыс іс-әрекеті екенін біз оған сендіру керекпіз. Тағы да ауқымды бір сұрағымыз бар. Баламен әңгімелесу барысында команда мүшесінің іс-әрекеті қандай болу керек? Әңгімелесу кезінде, баламен, яғни сұхбаттасу кезінде мән-жайды нақтылайтын ғана сұрақтар қою керек балаға. Нақтылау сұрақтарын мейлінше аз қою керек. Баланың стресстік жағдайын одан сайын күшейтіп алмас үшін егжей-тегжейлі сен оқиға кезінде не істеп тұрдың, жәбірлеуші қандай киімде болды деген сияқты егжей-тегжейлі сұрақтарды қоюдан аулақ болу керек. Біздің YouTube арнамызға бір сұрақ келіп түсіп отыр. Сол сұраққа қойып жіберейін. Кибербуллингке ұшыраған оқушының жанын қайта жараламау үшін қандай әрекеттерден аулақ болу керек дейді? Бұл сұраққа мен жауап берейін. Бізде баланы біз бір оқиғаны қайта сұрауымызға болмайды. Және егер де бала көз жасына ерік беріп жатқан жағдайда біз эмоционалды қысым көрсетпей керекпіз. Біздің ең бірінші мақсатымыз ол қосымша зиян келтірмеу балаға. Және де сонымен қатар команда мүшелерінің оқушыларға пікір білдіруге және де баға беруге тыйым салынады. Әңгіме барысында бізде баланың оқиғаның мән-жайын өзіне тән қасиетпен баяндап беруіне біз мүмкіндік жасау керекпіз. Жауабыңызға рахмет. Тағы да арнамызға бір сұрақ келіп отыр. Бұл сұрақ Рада Қуанышбекқызы сізге қойғым келіп отыр. Оқиға тіркелген жағдайда мектеп тарапынан көрсетілетін алғашқы іс-әрекет қандай болу керек? Жалпы балаға қатысты
орын алған жағдайдың мән жайын біз мектеп әкімшілігіне, баланың ата-анасына, немесе сенімді өкіліне, және де уәкілетті органдарға хабарлауымыз керек. Ол мысалы прокуратураға, білім бөліміне, ішкі істер бөліміне, және де баланың құқығын қорғау комиссиясына біз ақпарат беруіміз керек. Және осы ақпаратты беретінімізді біз балаға айтуымыз керек. Себебі біз сұхбатта айттық қой, құпия түрінде жүргізіледі деп. Біз балаға айтуымыз керек. Осындай уәкілетті органдарға біз хабарладық. Қалғаны құпия сақталады деп. Жақсы, рахмет. Жалпы оқиға тіркелген жағдайда құжаттар рәсімделе ме? Және оның нақты талаптары бар ма? Талаптар бар болған жағдайда қандай талаптар? Оқушыларға айтылған сөздері, берілген ақпаратты сөзбе-сөз жазылады. Және де ақпарат бойынша біз уақытын, күнін және әңгімелесуге қатысқан адамдардың және де баланың айтылған төл сөзімен жазбаша жазылады. Және де жазба хаттамамыз бізде жазбаша түрде толтырылады. Тапшы екенін ескеріп, сізге соңғы сұрағымды қойғым келіп отыр. Оқушымен әңгімелесу барысында хаттама жүргізілу керек пе? Және жүргізілу жағдайында оның тәртібі бола ма? Жалпы хаттаманы рәсімдеу 8 тармақтан тұрады. Бірінші, жазбаша хаттама жүргізіледі. Екінші, хаттаманы мектеп бұйрығымен тағайындалған уәкілетті маман рәсімдейді. Үшіншіден, хаттамаға негізгі мәліметтер алыну керек. Ол жерде сұхбат жүргізілген күні, уақыты және де өткізілген орны жазылады. Сонымен қатар сұхбаттасқан адамның лауазымы, аты жөні және де оқушының жасы, сыныбы және де аты жөні жазылады. Және де төртіншіден, болған оқиғаның қысқаша мазмұны баяндалады. Сонымен қатар сұхбат жүргізу барысында оқушының эмоционалдық жағдайы қандай болды және мінез құлқы қандай, сол міндетті түрде хаттамада жазылу керек. Және де бесіншіден бізде хаттамада 2 адам қатысуымен толтырылады. Ең басты міндетті қатысушы ол бізде психологтың қатысуымен жүргізілу керек. Және де қатысқандардың барлығы қол қою керек 6-шысы. Және де 7-шіден білім беру ұйымындағы директордың рәсімдеуімен, куәландыруымен бізде қосымша мәліметтер тіркеледі. 8-шіден ведомствоаралық іс-әрекеттері құжаттарға рәсімдеуге талапқа сәйкес орындалуы қажет. Сұрақтарға жақсы жауап алдық деп ойлаймыз. Бүгінгі қозғалған мәселені жалпы тоқтай кетсеңіздер. Жалпы қорытындылайтын болсам, біздің Антон Семенович Макаренко атындағы орта мектебінде дос болайық бәріміз Макаренко мектебінің QR-коды орналастырылды. Осы QR-кодқа өтсеңіздер, мектебіміздің антибуллинг команда мүшелерінің байланыс телефондары жазылған. Осы байланыс телефонына сіздер 24/7 тәулік бойы хабарласа аласыздар. Қызметі тегін. Қандай да бір толғандырған сұрақтарыңыз болса, мектеп оқушылары, ұстаздары хабарласа алады. Құрметті біздің оқушыларымыз, естеріңізде болсын, сіз жалғыз емессіз. Өз мәселеңізбен бөлісіңіз. Біз әрдайым тыңдауға және көмектесуге дайынбыз. Әр бала ертеңгі ел болашағы. Сондықтан балаларымыздың тек қана білімін ғана емес, қауіпсіздігін де қамтамасыз ету керекпіз. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында келесі подкастымызда қандай мамандармен кездескілеріңіз келеді. Және қойылатын сұрақтарыңыз бар болса, видеоның астына комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Подкастты түсіруге қолдау көрсеткен, әдемі локация ұсынған Нұрбол мырзаға алғысымызды білдіреміз. Кездескенше аман, сау болыңыздар.